Камера алдында сөйлеу, өзін көпшілік алдында еркін ұстау, сұрақ қоя білу, жазба жұмыс түрлері арқылы сөздік қорларын арттыру, теориялық және практикалық тапсырма. Бүгінде журналистика курсына арнайы келген оқушылар осыған машықтануда. Болашақта олар журналист болғысы келеді. Оқушылар бойындағы сабаққа деген қызығушылықтары да зор. Журналист мамандығы кішкентай кезімнен қызықтырып жүр. Журналист үйірмесін таңдаған себебім өзінің дауыс ырғағымен жұмыс жасағым келеді, және де журналист саласы мені қызықтырады. Журналистика мамандығына өзім кішкентай кезімнен бері қызығам, және де өзімнің жаныма жақын мамандық болғандықтан, келешекте де мен өзімнің болашағымды осы журналистика мамандығымен тығыз байланыстырғым келеді, және де журналистика мамандығын таңдаймын деп шештім. Ал журналистика курсыма келуімнің себептерінің бірі осы. Курста өте жақсы, күннен күнге менің курсқа деген қызығушылығым артуда, және де сабақ күндерін асыға күтемін, және де білмеген нәрселердің барлығын үйреніп білудемін. Қазіргі таңда оқушылар ересек және кіші топ болып дәріс алуда. Алғашқы кезден-ақ оқушылар жұмыс күйін жақсы сезініп, бар ынтасымен кірісті. Олар үшін бәрі қызықты, жаңаша, шығармашылыққа да ден қоюда. Ересек топтарға берілетін тапсырма жауапкершілігі де жоғары. Жас журналистер ақпарат жинап, түсірілімге қатысып, көпшілікке таратуды үйрене бастады. Мен бұл журналистика курсына барған себебім өз пікірімді айту және ұялмауға келдім. Журналистика курсы арқылы көп білуге болады. Сұхбатыңызға үлкен рахмет. Мен кішкентай кезімнен журналистикамен қызығамын, ол өте қызық. Онда адамдар өз дыбыс ырғағымен көрсетеді өздерін. Мен журналистика таңдағанымды, мен теледидардан оларды көргенде, олар өте әдемі, өте танымал адамдар сияқты болып келеді. Мен де өскенде журналистика болғанымды армандаймын, ол менің мамандығым. Кіші топта қалсар емес, жас ерекшеліктеріне қарай сабақ көбіне ойын түрінде жүзеге асырылды. Балғындардың білімге деген ынталары да ерекшелігімен қуантады. Олар енді жас тілші деген статусқа ие, сертификат алады. Журналистиканың бастапқы жол үйретуге, болашақта мамандық таңдауға бағытталған. Курс барысында оқушыларға қажетті кіріспе сабақтар өткізіліп, журналистикаға бейімділігіне қарай сабақтар жүргізілуде. Маған қатты ұнайды, біз анда микрофонмен сөйлеуге таныстық, жазуға, сосын анда видео түсіруге болады. Өздерін болашақта журналист ретінде көргісі келетін оқушылардың арманы журналистика курсы арқылы жүзеге асуда. Орал қаласының Бест оқу орталығы ашқан журналистика курсы өз жұмысын 2 жыл бұрын бастаған болатын. Бүгінде қазақ және орыс тобында 6 жастан бастап болашақ журналистер білім алуда. Әр топта 4 пен 7 оқушы, яғни бұл әр баламен жеке жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Алдағы күндері тәрбиеленушілер өздерін диктор ретінде сынап көрмекші. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы.